Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен лепешка дайындаймыз. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бір ыдысқа сүтімізді құйып, суымызды құйып, үстіне майды салып, баяу отта майымыз ерігенше массамызды жылытамыз. Ұнымыздың ортасын ашып, үстіне сұйықтығымызды құямыз. Оның үстінен қант салып, дрожжи салып, 15 минутқа жылы жерге қойып қоямыз, бетін жауып. Тұзды әзір салмаймыз. Он 15 минут уақыт өткеннен кейін біздің дрожжымыз сәл көтеріледі. Енді үстінен тұзды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Нанымыздың бетін жауып, 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. 1 сағат ішінде біздің нанымыз 2 есе көтеріледі. Нанымызды 1/4 бөлікке немесе 285 граммнан бөліп домалақтап аламыз. Нандарымыздың дәл ортасын жұдырықпен видеодағыдай басып, 15 минутқа тындырып қоямыз. Он 15 минут өткеннен кейін нандарымыздың ортасын вилкамен тесіп, жұмыртқаның сарысын жап, күнжіт сеуіп, духовкада пісірамыз. Мінеки лепешкаларымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.